Жолаушылар, ассалаумағалейкум. Бүгін Ұлы Дала жорығының 7-ші күні аяқталды. Бірінші боп 700 километрлікті бағындырған Жамбыл облысы, олар білесіздер, кеше штраф алған болатын. Ал екінші орында Маңғыстау облысы аяқтады. Ал біз Абай облысын әлі күтіп тұрмыз. Ең соңында қалып қойды ол жігіттер. Қазір келет мәре сызығын кеседі. Көріп тұрғандарыңыздай, жігіттер қазір өздерінің жұбайларынсыз, анасынсыз, әпкесінсіз айдалада күн көріп жатыр. Өздері тамақ пісіріп, киімін жуып жатыр дегендей. Олар ненің қадірін түсінді? Әрине отбасының. Бүгінгі шығарылым сол туралы болмақ. Кімді қатты сағындыңыз? Әке шеше. Бала шағамды сол, 5 баламды, о мамасын деген әңгіме ғой. Атым тұрғанда ешкімді сағынбаймын. Айтпақшы, біз бүгін тойға бардық. Мибұлақ ауылында жаңа мешіт салыныпты. Соның құрметіне ас беріліп жатыр. Ауданның 95-ші жылғы түлектерінен бастап барлығы бір-бір киіз үй тігіп, бізді қонаққа шақырды. Құрметті достар, біз Мибұлақ ауылындамыз. Дәл қазір менің қасымда осы ауылдың әкімі. Әкім дедің ба? Әкім мырза, қараңызшы, мына тұрғындарыңыздың барлығы өздері мешіт салған, өздері концерт ұйымдастырып жатыр, өздері бәйге беріп жатыр. Бәрін өздері істеп жатыр. Ал сіздер не істеп жатырсыздар? Біз солардың ұйымдастырған концертін тамашалап, көріп, қызықтап жүрміз. Енді мен жаңа келдім Бурабайдан демалып. Хотя бы андай бір жол салып беру деген ойда жоқ па? Қараңыз, шаң тозаң. Жоқ, бұл шаң пайдасы бар ғой. Мысалы, концерт ұйымдастырып жатыр. Бізге дым керек емес. Екі ат жүгіреміз. Міне, сәкен былай өтті тағы. Әкім мырза, енді мына жақта күрес болып жатыр. Балуандарды күрестіргенше коррупциямен неге күреспейсіздер? Біз коррупциямен күресті әуелі осындай күрестен бастаймыз. Одан кейін нашақорлық бар, спид, сосын бар коррупция. Негізі қалада ажырасу көп та, жастар үйленеді, көп ұзамай екі айырылысып жатады. Ажырасу көп. Ал керісінше мынау мал ауында қой баққан, кәдімгідей атқа мінген жігіттер керісінше бақытты болып, үбірлі-шүбірлі болады. Оның сыры неде? Мен өзім әйтеуір 10 баланың әкесімін. Мәссаған, 10 баланың әкесі. Атқа шауып отқан балам екінші шабандоз, ауданда өзі белгілі шабандоз жігіт Исатай қазір. Балалардың бәрін сол батырлардың айтқанын қойдым. Осы атқа мінгенде шабандоз ел қорғасын деп, мына жауынгерлік біздің қышыған жерімізге тиді. Оның үстіне қазақтар өзіміздің қазақ жылқының қадірін кетіріп, қазан қайтеріп, шетелдің наразы аттарына қызығып, біздің осы қазақ жылқыларының имиджін көтеру үшін осындай нәрсе ұйымдастырған жігіттерге мың алғыс. Осындай нәрсеге қолдау көрсетіп жүрген сіздерге мың алғыс. Біздердің жолымызды берсін. Ажыраспау үшін атқа көмуге керек қой. Тұқымына байланысты ғой енді. Бұның енді әкесі де, шешесі де мына шаруашылыққа ат ретінде мініліп, кейін айғыр болған, сол айғырдан түскен өнімдер ғой енді. Мынау өзінің қазақша ат қойғанбыз, хан торы деп. Суды қалай беріп жатсыздар қазір? Суды қазір уже біз кішкенеден бір литрдей бір беріп аламыз. Аузын шайып. Одан кейін екінші мәрте ортадайын қылып тағы бір береміз. Сосын кейін мынау енді жаңағы бұларға қоректі витаминдік заттар керек. Сол себептен қауынның, қарбыздың жаңағы қабықтарын соларды береміз тағы да. Мына көріп тұрсыз ба, қазір барлығы терлеген жерлері тұз басып тұр. Осыдан тазартамыз. Оны мұздай суменен бірден етуге болмайды. Үйден температурасы басылғаннан кейін барып істелінетін тірліктер оның барлықтары. Бала шағаңыз, әйеліңіз қасында болса дәл қазір. Оған қандай сөз айтар едіңіз? Оған күнделікті үйде айтып жүрген сөз айтасың ғой, еркелетесің, бетінен сүйіп бала шағаңды. Кешке таман мынау 100 километр шауып келген кезде кішкентай балаң алдынан шықса, оның бәрін ұмытып кетесің ғой. Бір рет сүйген кезде шаршағанның бәрін ұмытасың ғой. Жеңгейдіңдеші. 10 баланы қалай таптырдыңыз? Құдайдың бергені ғой енді, Құдай берді. Аттың да үлесі бар ғой. Қайта жеңшелерің біреу болып қалды, екеу-үшеу, ондаушы 30 боларын деді. Анаңызды қазір көрсеңіз не деп айтар едіңіз? Сізден артық адам жоқ еді деп айтар едім. Бірінші анамның көзінен сүйер едім. Сосын балдарымды құшақтар едім. Әйеліңіз ше?
әйелім шаруам артынан дейді. Балдарым сағындым шамаларына шаруам бар деп. жұбайдың қадірін біліп жатсыздар ма? Әбден. Әрқашанда қадірін түсінеміз ғой біз семьямыздың. Бұл енді ер адам болғаннан кейін таза жүрген дұрыс қой. Содан жігіттерін таланып, өзгелерін өздері жуып жатыр әзірше. Көгатым иншалла бүкіл ауыл күтіп отыр, осы көгат келеді деп. Топай көк туралы жегенде айтамыз әлі. Құдай қаласа. Жаман деген атым келді ғой кеше. Құдайға шүкір. Жаман деген атыңыз 600-ді бағындырып тастады ма? 600-ден бірінші болып келді Түркістан облысының ішінде. Ол сіздің ең жаман атыңыз. Ол менің жаман атым еді. Ал жақсы атыңыз? Жақсы атым Топай көк көрді ғой кеше. Топай көк қасында болса ешкім сағымайын деп тұр ағамыз. Үйге барған кезде бірінші жұбайыңызға не деп айтасыз? Білмеймін. Сағындыңыз ба? Ол кісі қандай сұрақ қояды, содан байланысты. 30 миллион қайда дейді. Біз негізі мұнда ақша үшін келген емес, біз енді жүлделі болып жатқан әрине жақсы ғой. Біз сын үшін өзіміз сынауға келдік. Енді Катон-Қарағай деп қана айтпайық, Шығыс Қазақстан дегенде біз мына бөлінгенмен, қазір Абай облысы бөлінгенмен, ат спортындағы адамдар бөлінген жоқпыз. Сондықтан мына жартысы Абайдың балалары, Абай облысының балалары, Мақаншының жартысы Катоннан. Сонда бізде Алтай Тарбағатай болып тұр ғой. Сондықтан неге мысалы естіп отырған біздің жерлестер біраз риза еместігін байқатуы мүмкін. Сендер шығыс деп шығысқан айтыңдар. Біз шығыс Абай болып тұрмыз қазір бар ғой. Қосылғанбыз, саяси бөлінгенмен халқы бөлінген жоқ. Міне достар, қазір сіздерге күннің ыстығы сонша менің мұрнымнан да міне қан ағып жатыр. Рас бұл жер өте, мен көліктің ішінде жүрген адам міне осындай болып жатыр. Міне аттың үстіндегі жүрген адамдар тіпті қиын жағдай негізі. Ақтөбенің жанкүйерлері көп. Жібер, светло шығамайды как раз. Қуаныш деген бала біздің жағдайымызды істеп, аттарға келген бойы түсіріп, жетектеп алып, біз шаршамасын деп бүкіл жағдайымызды істеп жатыр. Осы балаға көп рахмет. Тамағымызды, орнымызды бүкіл дайындап береді. Жардың орнына жар, ананың орнына ана дейсіз ғой, әкенің орнына әке. Кешкі жатырда сос келіңдер. Кешкі жатырда сос келін деп қоямыз. Балдарымды құшақтаймын деймін, балдарымды сағындым. Анамды құшақтаймын. Сәлем жолдауыңызға болады осы сәтті пайдаланып. Бүткіл Ақтөбеге жалынды сәлем. Жақындардың қадірін алыста жүргенде ғана білеміз ғой. Ал енді бүгінгі күннің, 7-ші күннің жалпы есеп қорытындысы. Бірінші орын Ақтөбе облысы, оның уақыты 59 сағат 39 минут 9 секунд. Екінші орында Маңғыстау облысы 60 сағат 28 минут 10 секунд. Үшінші орында Жетісу облысы 61 сағат 24 минут 10 секунд. Төртінші орында Қызылорда облысы 63 сағат 05 минут 48 секунд. Бесінші орында Шығыс Қазақстан облысы 63 сағат 09 минут 18 секунд. Алтыншы орында Алматы қаласы 63 сағат 24 минут 39 секунд. Жетінші орында Түркістан облысы 65 сағат 03 минут 31 секунд. Сегізінші орында Абай облысы 69 сағат 12 минут 49 секундта. Тоғызыншы орында Жамбыл облысы 69 сағат 20 минут 29 секундта 700 километрді аяқтаған. Бүгінде менде бар ақпарат осы. Жалғыз жолаушы YouTube арнасынан алыстамаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Ертең су жаңа ақпаратты сіздерге ұсынамын.